Қайырлы күн достар, мен кешегі сабақтың жалғасын айтайын деп тұрмын бүгін. Өте құнды инфо дейін ба, ақпарат, мұқият тыңдаңыз. Бұл видеоны қайтадан 2 рет тыңдасаңыз, сіз естімеген ақпарат болуы мүмкін. Алдынан бері айтып жүрмін, біз кімбіз деген сұраққа әркім әртүрлі жауап беру мүмкін. Сіз өзіңізге сұрақ қойдыңыз ба? Мен кіммін? Ең бірінші келетін ой: мен анамын, мен адаммын, мен жәнегідей өзіңіз мамандығыңыз мұғаліммін, мен дәрігермін, не болмаса мен құрылысшымын деген секілді өзіңіздің мамандығыңыз еске түседі ең бірінші. Ал негіз біз адамбыз. Адам ол кім? Адам 3 нәрседен құралған: дене, жан, тән. Осы 3 дене скафандр, жанымыз және тәніміз. Жан мен тәнді байланыстыратын бұл рух. Біздің мысалы бір адамның біз сыртынан қарағанда біз оның 10% ғана көре аламыз, оның киімінен, жүріс-тұрысынан 10% ақпаратын ғана біле аламыз бір көргенде. Ал біз оның ішкі жан дүниесін сырласып, оның 80%, 90%-ін жәнегі ішкі жан дүниесі көрсетеді екен адамның. Жалпы айтайын дегенім, ана жолдан бері айтып отырмын, ішкі наным сенім біздің рухымызда, багажымызда орнатылады екен. Бір нәтижеге жету үшін бізде қандай да бір әрекет жасаймыз. Әрекеттен кейін бізде ой кетеді. Ойдан кейін бізде эмоция, сана және оған әсер ететін бізде түйсік екен. Міне былай жазып қойдым, адамның 20% ақпараты мысалы мида сақталады екен де, ал 80% бұл денеде, түйсікке өткен багажда сақталып отырады екен. Сондықтан біз мына жерге жазып қойдым, қандай да бір әрекет жасау үшін оған әсер ететін, нәтижеге жету үшін оған әрекетіміз әсер етеді, одан кейін қандай да бір ой әсер етеді. Ойға біздің санамыз, сознаниямыз, одан кейін подсознание әсер етеді екен бір жетістікке жету үшін. Енді подсознание дегеніміз түйсік деп айтып жүрмін. Түйсік бізге мысалы жүрегіңе өтіп кетпесін деп жатады, жүрекке алмау керек деп. Мысалы бір ақшаны жүрекке кіргізбеу керек деп жатады. Жүрегіне өтіп кетті деп, сол бізде жүрекке өткізгеннен кейін ол өмір бақи бізде сақталып қалады екен. Сондықтан жүректің функциясы өте маңызды. Бұнда түйсікпен байланысты болғаннан кейін біз мына әлеммен байланыстымыз, көрінбейтін ақпараттар, көрінбейтін тізбектелген ақпараттармен біз мына әлеммен байланыстымыз. Сондықтан біз ойымызды, жәнегі ең бірінші ойымызды жөндеуіміз керек. Сондықтан тыңдаған ақпаратымызды, көрген ақпаратымызды, жақсы ақпараттарды тыңдап көретін болсақ, бізден жақсы жаққа өзгеруімізге ықпалын жасайды. Сондықтан бізде көрінбейтін ішкі жан дүниемізде бізде әлем бар. Ішкі жан дүниемізде байлық, бізде наным сенім және эмоция бәрі түгел осы нелер ішкі жан дүниемізде жәнегі жүрекке жақын қабылдағаннан болады екен. 80% денемізде біз сонымен алысып жүреміз де, бізді мына әлеммен байланысымыз біртіндеп әлсірей береді екен. Соның арқасында біз өзімізге деген сенімсіздігімізді жоғалтамыз. Және де осы мен түйсікті білгелі, осы өзімнің рух екенімді білгелі, ішіндегі ауруларды және бала күнінен 30 жылдай ауырған почкамда, бүйректің ауруын және де грыж ауруынан, сондай аурулардан жазылдым. Аллаға шүкір, ең бірінші Алла
себепкер. Одан кейін және осы түйсікпен байланысқан өзімнің жәнегі саналы түрде осыны білгендігімнің арқасында Алла айтқан ауруды бердім және емін де бердім деп, адамның өзінің ішінде екен, осының бәрі өзі емдейді, өзі жазып алуға болады екен. Егер де менімен келісетін болсаңыздар, келісем деп жазыңыздар, мен міндетті түрде комментарийға жауап беретін боламын. Келесі бұл және блоктарды қалай трансформациялаймыз, сол жайында айтатын боламын. Лайк басып каналыма тіркеліп қойыңыздар. Рахмет.